1457 жылы дәл осы арқа мен атырау мен алтайдың арасында не істеп жатырсың? Той шампасан талмаш. Ертең менде тарих факультеттеріне лекция. Мен қанша фильм қарадым. Кітап оқыдым, бірақ қазақ хандығы туралы айта алмаймын. Қазақ хандығы дейсің бе? Иә. Бұл мәселенің қалай шешілетінін білетін сияқтымын. Қалай? Жүр кет. Бізге қазір қазақ хандығы туралы ерекше ойынды Раушан түсіндіреді, білім инновация лицейінің оқушысы. Осы қазақ хандығы ойынның басты мақсаты ол 21 рудың басын біріктіру. Ойынның басында ойыншылар өздерінің туларын алға тұр көзіне қойып бастайды. Жүрсе ойыншы қолындағы екі билік темір белгісін қордағы киіз үйге бір рет ауыстыра алады. Егер ойыншы жүру тәртібінде қарсыласы тұрған ру ұяшығына келсе, олардың арасында шайқас басталады. Олар өз батыр картасын қолданады. Шайқастың ережелері осындай. Қарсыластардың ойын алаңында қозғалыс кезіндегі шайқас туындауы мүмкін. Егер ойыншы қарсыласының туы немесе киіз үй тұрған ру ұяшығына келсе, шайқас басталады. Бұл жағдайда ол шабуылшы болып, ал оның қарсыласы қорғаушы болып табылады. Егер ру ұяшығында бірнеше қарсыластар тұрса, ойыншының өзі кіммен шайқасқа түсетінін таңдай алады. Әр шайқаста шабуылшы мен қорғаушы қолындағы картасын жабық түрде ортаға лақтырып тастайды. Ойналған карталар бет жағымен ойыншылар қасына қойылуы тиіс. Егер ойыншы жұт картасына келсе, картаны ашып қарсыластарына көрсетеді. Ал егер базар картасына келсе, ойыншы картаны көрсетпейді. Картада көрсетілген сипаттаманы орындайды. Егер ойыншы той іс-әрекет тор көзіне келсе, үстіңгі картаны ашып, картадағы берілген іс-әрекетті орындайды. Ашылған картаны топтаманың астына қояды. Ойыншылар ойынның кез келген мезгілінде уәде беруге, келіссөз жүргізуге құқығы бар. Айжан, саған көп рахмет. Мен енді осы ойынның арқасында балаларға тарих сабағына лекцияны жақсы оқитын сияқтымын. Құрметті балалар, сіздер де осы ойынды үйреніп, ойнай аласыздар. Сіздермен бірге болған команда Билайф білім саласын бірге дамытайық.